Сәлем достар, бүгін сіздермен дәрумендердің чемпионы болған асқабақтан өте дәмді тағам жасайтын боламыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар және менің каналыма подписаться түймешесін басып тіркеліп алыңыздар. Ең алдымен дәл осындай асқабақтарымызды жуып тазалап алғаннан кейін дәл осындай бөліктерге бөліп аламыз. Бөліктерге бөліп алған асқабақтарымызды газға қоятын ыдысымызға саламыз. Ал енді кішкене су құйып жібереміз. Суны көп құймаңыздар, кішкене құйсаңыздар жетеді. Пісіріп алғанға дейін газға қоямыз. Бос ыдысымызды алып пісіп шыққан асқабақтарымызды саламыз және сүтімізді құямыз. Қантымызды саламыз. Тұзымызды саламыз. Және сұйық майымызды, жұмыртқаларымызды саламыз. Асқабақтың адам ағзасына өте пайдасы зор, 1001 ауруға ем деп те айтады. Міндетті түрде асқабақты қыстың күнінде көп жегендеріңіз жақсы және иммунитетті күшті көтереді. Дәл осылай блендермен асқабақтарымызды езіп біркелкі болғанға дейін араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін дәл осылай ашытқымызды салып венчикпен араластырамыз. Жақсылап араластырып алғанымыздан кейін унымызды салып, тағы да венчикпен жақсылап араластырып отырамыз. Асқабақтың біз білмейтін қасиеттері өте көп екен. Соның бірі жүрек ауруларының алдын алып, жүректі бақуаттандырады екен. Араластырып қамырымызды дайындап алғаннан кейін бетіне пищевой пленкамызды жауып 40 минут 1 сағатқа алып қоямыз. Достар, менің каналымда бұдан бөлек торттар, десерттер, салат тағамдардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп көрсеңіздер болады. Барлығы сенімді, өзім неше жылдан бері қолданып келе жатқан рецептер. Біздің қамырымыз көтеріліп шықты. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай болады. Газымызға табамызды қоямыз. Табамызды кішкене майлап жібереміз. Майлап алғаннан кейін жаңағы қамырымызды аз-аздан құйып дәл осылай пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан блинімізді аударып екінші жағын пісіріп аламыз. Піскеннен кейін бос ыдысымызға алып, тағы да кішкене майлап жібереміз. Қамырымызды тағы да жақсылап құйып алып, барлық жеріне бірдей етіп жағып аламыз. Енді аударып екінші жағын пісіріп алатын боламыз. Пісіп шыққан блинімізді аламыз. Достар, дәл осылай барлық қамырымызды пісіріп алатын боламыз. Біздің блинилеріміз дайын болды. Көріп тұрғаныңыздай дәл осындай өте әдемі болып шығады. Сіздердің отбасы мүшелеріңіз асқабақты ұнатпайтын болса, дәл осындай блини жасап берсеңіздер, түкте қалдырмай жеп қоятын болады. Өте дәмді болып шығады, дәмдерде нәзік болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария өз пікірлеріңізді жазып қалдырыңыздар. Және келесі шығатын видеоларымды жіберіп алмау үшін қоңырауша түймешесін басып қойыңыздар. Сонда менің жаңа видеоларым сіздің телефоныңызға SMS болып барып тұратын болады. Келесі видеоларда көріскенше сау сәлеметте болыңыздар.